Құрметті көрермен, бір сұрақ қойғым келеді. Сіз тез ренжисіз бе? Біреудің айтқан сөзін ұзақ уақыт ұмыта алмай жүретін кезіңіз бола ма? Іштей қайта-қайта ойланып, неге бұлай айтты екен деп, өзіңізді мазалайсыз ба? Бұрын мен де ренішті адамның мінезі деп ойлайтынмын. Бірақ жан мен тән орталығындағы дәрістерге қатысқаннан кейін бұл тақырыпқа мүлде басқа көзқараспен қарай бастадым. Сол жерде алғаш рет естігенім реніш адамның мінезі емес, мидың автоматты бағдарламасы деген ойды естідім. Екінші, шынымды айтсам, алғашта бұған сену қиын болды. Бірақ дәрістерді тыңдап, өзімді және құрбы таныстарымды бақылай бастаған сайын бір нәрсені анық түсіндім. Біз көп жағдайда саналы түрде емес, өткен өмірде қалыптасқан автоматты бағдарламамен әрекет нете екеміз. Ең қуантатыны, кез келген бағдарламаны өзгертуге болады. Сондықтан бүгін осы видеода реніштің қалай пайда болатын, миымыз оны неге қайта-қайта іске қосатынын және ең бастысы, одан қалай арылып, ішкі тыныштыққа жетуге болатынын бірге талқылайық. Реніш автоматты бағдарлама. Реніш адамның мінезі емес, бұл уақыт өте келе мида қалыптасқан автоматты бағдарлама екен. Ол өмірлік тәжірибеден, тәрбиеден, орындалмаған үміттен, жан жарасынан және әділетсіздік сезімнен қалыптасады екен. Уақыт өте келе ми көптеген жағдайды қауіп немесе құрметсіздік ретінде қабылдап бастайды. Адам қалай әрекет етеді? Сондықтан адам сөздің астарынан жаман мағына іздейді. Өзгелерден ерекше қарым-қатынас күтеді. Сынды ауыр қабылдайды. Реніш ұзақ сақтайды. Көңілінде өкпе жинайды. Өзін бағаламайды деп сезінеді. Ең қиыны, мұның бәрі автоматты түрде қалыптасып кетеді. Бағдарлама барлығы автоматты. Бағдарлама қалай қалыптасады? Барлығы автоматты ойлардан басталады. Мені бағаламайды, мені түсінбейді, мені жақсы көрмейді, маған әділетсіздік жасады. Ол міндетті түрде кешірім сұрауы керек. Осындай ойлар уақыт өте келе адамның ішкі сезіміне айналады. Содан кейін адам былай ойлай бастайды. Барлығы мені түсінуге міндетті, барлығы маған дұрыс қарым-қатынас жасау керек. Егер мені сынаса, демек мені жақсы көрмейді. Егер мені түсінбесе,
менің құным жоқ. Осылайша ол өмірлік ұстанымға айналып кетеді. Реніш қалай көрінеді? Бұл бағдарлама адамның мінез құлқын басқара бастайды. Адам тез ренжіп, өткенді қайта-қайта есіне алып, ішіне өкпе жинап, сөйлеспей қояды. Басқа адамның бірінші болып кешірім сұрағанын күтіп жүреді. Реніштің пайдасы бар. Реніштің ол бізге қай жерде шекарамыз бұзылғанын көрсетеді. Қай қарым-қатынаста мәселе бар екенін, қай жерде ішкі жара қалғанын көрсетеді. Бірақ ренішпен ұзақ өмір сүру өте зиян. Реніштің зияны: ұзақ уақыт реніш сақтау ішкі тыныштықты жоғалтады, күйзелісті артырады, ұйқыны бұзады, денсаулыққа зиян келтіреді, қарым-қатынасты нашарлатады. Адам бүгінмен емес, өткенмен өмір сүре бастайды. Жаңа бағдарлама: ескі сенімдердің орнына жаңа сенімдерді қалыптастыруға болады. Әр адам қателесуі мүмкін. Ешкім менің күткенімдей өмір сүруге міндетті емес дегендей. Менің құндылығымды басқа адамдар анықтамайды. Кешіру, өзімді азат ету, мен ішкі тыныштықты таңдаймын деген өзіңіздерге жазып алсаңыздар да болады. Жаңа әдеттер: жаңа бағдарламаны нығайту үшін алдымен түсініңіз. Жаңа бағдарламаны нығайту үшін алдымен түсініңіз. Эмоциямен бірден жауап бермеңіз. Терең тыныс алыңыз. Жағдайға басқа адамның көзімен қараңыз. Өткенді жіберіңіз. Алғыс айтуды үйреніңіз. Алғыстауды көбейтіңіз. ТДО медитациясы. ТДО медитациясы кезінде адам байқайды, денесінде не болып жатқанын, қандай ойлар келгенін, қандай эмоция туғанын, қандай автоматты әрекет іске қосылғанын. Содан кейін өзіне бұл ескі бағдарлама: мен тыныштықты таңдаймын, мен кешіруді таңдаймын деп айтыңыздар өздеріңізге. ТДО дегеніміз: Т – тыныс алу, Д – дене бақылау, О – ой бақылау. Үш сұрақ. Ренжімес бұрын өзіңізден үш сұрақ қойыңыз. Бірінші: мен нақты нені күттім? Екіншісі: бұл адам мені әдейі ренжіткісі келді ме? Үшіншісі: бұл жағдайдың басқа түсіндірмесі болуы мүмкін бе? Ал енді қорытындысына келсек, реніш тағдыр емес, мінездің белгісі де емес, ол мидың автоматты бағдарламасы деп түсіну керек. Ал кезген бағдарламаны өзгертуге болады. Күн сайын жаңа ойлар мен жаңа әдеттерді қалыптастырсақ,
мида жаңа нейрондық байланыстар түзеледі. Сол кезде адамның өміріне реніштің орнына түсіну, кешіру, ішкі тыныштық, еркіндік басады. Нағыз ойлау трансформациясы дәл осы жерден басталады. Егер бұл видео сізге пайдалы болып жатса, лайк басып, пікір қалдырып, арнама жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда миымыздағы басқа автоматтарды сөйлесейік. Алла амандық берсін. Егер бұл видеода айтылған ойлар жүрегіңізге жетсе, оны міндетті түрде жақындарыңызбен бөлісіңіз. Мүмкін дәл қазір бұл видео сіз ренжіген адамға, немесе сізді ренжіткен адамға керек шығар. Бір пайдалы ой кезде бір адамдың ғана емес, тұтас бір семьяның өзгерте алады. Баршаңызға жан тыныштығын, кешірім және жүрекке жеңілдік тілеймін. Сау болыңыздар.